Сәлем достар. Осы 2026 жылы сіздерден көп сұрақтар келді. Бізде жаңағы төлем жасалынбай жатыр, картамызды енгізсек те неге төлем жасалынбай жатыр деген және кейбір өзгерістерді бір қарап өтейін деп осы видеоны жазып жатырмын. Бұл жерде мен нақты жарнама жасауды әрқайсысы бастырмаға, әрқайсы бөлімге тоқтап қарамаймын, өйткені оның бәрі бізде 1-ші мен 10-шы сабақтың арасында айтылып кеткен. Бір нәрсені түсінбей жатсаңыз, сол сабақтарды дұрыстап қарасаңыздар, бәрі сол жерде нақты айтылған. Мен бұл жерде тек 2026 жылы қандай қиыншылық туып жатқанын сол туралы ғана айтамын. Ең бастысы жаңағы төлемдеріңіз жасалмай жатса, біз ADS менеджер жаққа өту керекпіз. Міне мына жерде көбірек көрсету дегенді басып, ADS менеджер тауып аласыздар осы жерден. Сосын өтесіздер. Бір айта кетері, бұл жерде мен басынан түсіндірмегеннен кейін алдындағы видеоларды қарап жасап алды деген ойдамын. Сондықтан мен тура ADS менеджерге апара жатырмын сіздерді. Егер алдындағы видеоларды қарап жасаған жарнаманы баптап алсаңыз, онда ADS менеджер өстіп ашылады. Мен бұл жерде маған керекті төлем картасы енгізілген аккаунт тауып аламын. Мына жерге кіріп, менде міне Каспи деген аккаунт бар, сол жерге өтемін. Сосын сіздер мына жерде міне шоттар мен төлемдер деген жерге өтесіздер. Бұрын бұның аты выставление счетов и платежи деп аталатын. Қазір міне былай өзгеріп кеткен. Сол үшін сіздер бір нәрсені жоғалтып алсаңыздар, қорықпай соған ұқсас бөлімге кірсеңіздер болады. Атаулары ай сайын өзгеріп тұрады. Енді таппай жатсаңыздар, әрине маған пікір бөлімінде жазыңыздар. Ашылған жерде міне менің картам енгізіліп тұр. Сіздерде де өстіп карта енгізіліп тұрады, бірақ төлем жасалмай жатады. Картаңыздан төлем шешілмей жатады. Немен ол байланысты десеңіздер, міне мына бөлімге өтесіздер. Бұл жерде асты жағында міне сіздің картаңыз енгізіліп тұрады, бірақ көбінесе үстіңгі мына бизнес портфолио деген жерде сіздің картаңыз болмауы мүмкін. Сол үшін сіз қосу деп картаңызды осы жерге де қосасыз. Өздеріңіз мемлекеттеріңіз таңдайсыздар. Валютаны доллар США немесе евро деп қойыңыздар. Бұл жерде теңге жоқ, бірақ российский рубль деп алмаңыздар, өйткені блокқа түсесіздер. Және ары қарай деп басасыздар. Бұл жерге өздеріңіздің картадағы аты жөндеріңізді енгізесіздер. Және картаңыздың номерін, және сол жердегі ай мен жылды, және картаның артындағы CVV кодты енгізесіздерді. Сақтау деп басасыздар. Сол кезде сіздерде мынау сияқты картаңыздың номері шығып тұру керек. Төлемдеріңізді көру үшін сіздер мына 3-ші бөлімге өтесіздер. Сол жерде төлеу деген мына жерде бастырма тұрады, соны төлейсіздер. Төлеу деген бастырма, егер қарыздарыңыз болса ғана шығып тұрады, басқа кезде ол болмайды. Егер барлық төлемдеріңізді көргілеріңіз келсе, міне мезгіл тұрған жерде сіздер барлығы деп таңдайсыздар. Сосын бұлай көруге болады төлемдеріңізді. Егер сіздерде карталарыңызда ақша жоқ, немесе бір карталарыңызбен проблема, срок өтіп кеткен болса, немесе Каспи карта болса, лимиті, интернет төлемдерге лимит жабық болса, онда осылай Facebook шеше алмай, қате деп шыға береді. Егер сіздер оның бәрін дұрыстап тексерсеңіздер, төлемді төлеу деп басыңыздар. Сол кезде бәрі төленеді. Егер өстіп қате деп шыға берсе, сіздердің аккаунттарыңызды блокқа қою мүмкін, немесе өшіріп жарнамаңызды тоқтатып тастауы мүмкін. Блокқа қойса, қорықпай, жаңағы осы жерге кіріп, төлеу деп басып, төлеп ары қарай жұмыс жасай бересіздер. Енді мен жаңағы ADS менеджерге өтіп, компания деген жерге өтесіздер да. Мен сіздерге жай трафикте қандай өзгерістер бар екенін жүріп өтемін. Нақты түсіндірмеймін. Неғып тез түсіндіріп жатырсыздар деп жазсаңыздар да болады енді, бірақ мен сіздерге қазір айтып кетейін. Мен жай ғана
не өзгеріс бар соны ғана көрейін деп жатырмын. Мысалы біз трафик таңдаймыз, қолмен жасау дегенді таңдаймыз. Мына бірінші жаңағы компания деген жерді қарасақ, бұл жерде мен бұрын айтатынмын, бұл жерді тиіспейміз, ары қарай өтеміз деп. Бірақ бұл жерде қазір мынандай бар, бюджетті біз компаниядан қоюға болады, немесе біз жаңағы жарнама тобынан қоюға болады. Бұрын мен жарнама тобынан ғана қойыңыз деп мына жерді ғана көрсететінмін да. Қазір компанияда да жаңағы жарнама топтарының үстінде тұратындай бюджет қоюға болады. Мысалы, сіздер $10 деп қоясыздар да, және Шымкентке, Алматыға, Атырауға, Ақтөбеге деп бөліп неше түрлі жарнама топтарын жасай берулеріңізге болады. Бірақ мен істеп көргем, бір жаман нәрсесі, Facebook қайсы жерде жақсы сіздің жарнамаңыз қарайды деп ойлайды, сол жерді ғана айландырады да, ал қалған мысалы 5 қала сол күйі тұруы мүмкін. Сол үшін мен кейін ол жарнама түрін қолданбайтын болдым. Бұрынғыдай өзімнің жаңағы жарнама тобына бюджетімді қойып, сол арқылы жұмыс жасай бастадым. Сондықтан өздеріңіз қарап көріңіздер, сіздерге ыңғайлы болса осыны қойыңыздар, ыңғайлы болмаса бұрынғыдай жасайсыздар. Жарнама тобын ғана таңдадым, ары қарай жарнама тобына өтеміз. Ол жерде көріп тұрғандай бұрынғыдай сайтқа өтетін, жаңағы мессенджер, WhatsApp, Instagram директке өтетін, және Instagram парақша немесе Facebook парақшаға өтетін, қоңырау шалу, және сайтқа өту, және қоңырау шалу деген сияқты нәрселер бар. Оның бәрі алдыңғы видеоларда да айтылған. Осының біреуін таңдайсыздар. Бәрі қолданатын жаңағы WhatsAppқа не Instagram директке дегенді таңдайық. Өзіміздің аккаунтымызды таңдаймыз. Басқа аккаунт шығып тұрса, мен өзімнің таргет аккаунтымды таңдай салайын. Және мына жерде міне бұл алдында да болған, қолмен жаңағы өзгертуге болады. Бұл жерде автоматты түрде мессенджер, Instagram, WhatsAppқа жіберіп тұр. Бірақ біз егер қолмен таңдасақ, біз тек қана Instagram, немесе тек қана WhatsApp, немесе екеуін ғана таңдай аламыз. Қалған нәрселер мына жерде өзгеріссіз. Бір нәрселер жоқ болып кеткен болса, мен алдыңғы видеода көрсеткен нәрселер, онда сіздер қорықпай, мынандай бір тығылып тұрған, мысалы мына жерде көріп тұрсыздар ғой, еще параметры деген сияқты бір бастырмалар тұруы мүмкін. Сол жақтарды ашып өтіп көріңіздер. Ода ештеңке қылмайды, ол автоматты түрде ештеңкені енгізіп жібермейді. Жай соларды ашып, жаңағы жоқ болып кеткен нәрселерді таңдап көрсеңіздер болады. Мысалы алдында мына детальный таргетинг деген жоқ болып кеткен, сондай нәрселерді тығып тастауы мүмкін. Қазір бәрі тұр. Және мына жерде қолмен біз қай жерде жарнама көрсетілетінін таңдаймыз. Бұл жерде де ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ бұл жерде міне көрдіңіздер ме, Threads пайда болған. Сіздер Threads'та да жарнама жасай аласыздар. Және WhatsApp пайда болған. Мына жерде Threads неге көрінбей тұр десеңіздер, оны сіздер жаңағы баптама настройки компании деген жерге кіріп, сол жерде Threads'ті қосу керек болады. Оны қазір көрсетемін. Жарнама бөліміне өтсек, ол жерде де ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл жерде бірнеше посттарыңызды, бірнеше публикацияларыңызды алып салуға болатынын өзгерген екен. Біз бір жарнама түрінде тест ретінде 5-6 постыны салып, сосын соның қайсысы жақсы айланатынын қарасақ болады. Ол өте ыңғайлы. Мысалы, міне біріншісін таңдадық, екіншісін таңдадық, үшіншісін. Бұрын біреу-ақ таңдауға болатын, мүмкіндік ондай болмайтын. Қазір міне мен 4 пост таңдадым. 4-еуі де шығып тұр. Әрқайсының өзінің жаңағы мәтінімен бәрі WhatsAppқа жібереді деп кнопка тұр. Осылай бірнеше
креативтарыңызды таңдасаңыздар болады. Автоматты чаттар, ол жерде ештеңе өзгермеген. Сіздер өздеріңіздің бұрынғы сақталған чаттарыңызды қолдансаңыздар болады, немесе жаңадан жасап сұрақтарыңызды қойып жасасаңыздар болады. Бұл жаңағы сіздің жарнамаға өткен адамға көрсетілетін сұрақтар. Жабамыз. Басқа мақсаттарды мен қарап шыққам. Ол жерде де ешқандай өзгерістер жоқ. Егер сіздер бір жаңа өзгерістер тауып жатсаңыздар, мына астыда ақ комментарий пікір қалдыратын жерге жаза кетіңіздер. Міне, мынандай өзгеріс бар екен деп. Басқаларға да пайдалы болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздердің жаңағы бір-бірлеріңізге көмектесу, қолдауларыңыз өте маңызды. Сол үшін жалғыз өздеріңіз ғана көрмей, жаңағы достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Енді міне мен жаңағы баптама бөліміне өтейін, ол настройки компании деп аталады. Сол жерде қандай өзгерістер бар екенін қарай кетейік. Көрдіңіздер ме, бұл жерде автоматты түрде мета ашылып жатыр. Бұрын Facebook бизнес деп ашылушы еді, қазір мета деп ашылып жатыр. Сосын кейбір адамдар жаңағы мен бизнес менеджер таппай қойдым, сіз Google-ға кіріп бизнес менеджерді ізде деп едіңіз деп жазып жатыр. Ондай шықпаса, сіздер автоматты түрде жаңағы ADS менеджерге өтіп, немесе метаға өтіп, сол жерде создать бизнес портфолио деп таңдайсыздар. Сол кезде сіздерде автоматты түрде бизнес менеджер ашылады. Сол үшін оны да ұмытпай осылай істеңіздер, адаспай. Мына жерде парақшаны көрейік. Парақшада бізде ешқандай өзгеріс жоқ. Жарнама аккаунтында да ешқандай өзгеріс жоқ. Сол күйі солай істей бересіздер. Инстаграмда да жоқ. Бізде мына жерде Threads пайда болды. Көрдіңіздер ме? Біз бұл жерде Threads'ты қоссақ болады. Менде қосылмаған. Мен Threads'пен көп қолданбаймын. Бірақ мына жерде қосу деп көрсек болады қазір. Міне қараңыздар, бұл жерде Инстаграммен байланысты болу керек деп жазылып тұр. Менде Инстаграмда Threads бар. Қосып көрейік. Қосу деп бассаңыздар, бізде жаңағы Инстаграмның аккаунтын және құпия сөзін енгіз деп тұр. Мен өзімнің аккаунтымды енгізейін. Менің аккаунтым target.masstarget және паролімді енгіземін, құпия сөзімді. Міне бізде WhatsApp-қа мынандай код келу керек екен. Тексеру коды. Кодты енгіземіз. Міне мына жерде бәріне көрсетіліп тұрсын ба дейді. Я дедім. Ары қарай Threads'ке кірейін ба дейді. Кір дедім. Енді қараймыз. Менде өстіп көп уақыт тұрып алды. Бір 2-3 минуттай өстіп айланып тұрды. Мен сол үшін ары қарай қоспадым. Екінші рет қосып көрейін десем, код келмей қойды. Сондай бір қиыншылықтар бар екен. Сондықтан сіздер өстіп көбірек күтіп отырсаңыздар болады, немесе қайтадан кейінірек қосып көрсеңіздер болады. Өйткені бұл жаңадан жасалынып жатқан нәрсе болу керек. Сол үшін кішкене қиыншылық тудырады екен. Астыға пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Осы YouTube-та сұрақтарыңызды қойыңыздар, бәрі біліп отырсын. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Маған жаңа қолдау ретінде жүрекшелеріңізді ұнайды деп баса кетіңіздер. Каналға жазылыңыздар. Рахмет. Сәттілік бизнестарыңызды дамытуға, жаңа білім білуге құмарлыларыңызды қолдауға өте қуаныштымын. Келесі кездескенше.